Сондықтан хиджабты енді мен анау мынау деп айта алмаймын, әркім өзі біледі. Бірақ демек әйел адам барынша жабық болатын болса, еркек адам сақталады. Еркек адамның ұрығы сақталады, денсаулығы сақталады, ойы сақталады да. Сен хиджабтар қызға қарап жаман нәрсе ойлай алмайсың ғой, дұрыс па? тура осы сияқты джинсы киіп алған қыздың бүкіл фигурасын көріп тұрған кезде сен ойың кетеді оған, по-любому сен оны қазір ойлайсың, парада отырып ойлайсың, сабақта отырып ойлайсың, үйге барып ойлайсың, инстаграмын қарап тағы бір ойлайсың деген сияқты, сосын деген әңгіме келеді да. Вот сондай жағдай болып қалмас үшін не істеген? Ислам бізді барынша әйелдерді сақтаған, чтобы еркектер аман қалу үшін. Біріншіден әйелдер аман қалу үшін, еркектер аман қалу үшін. Демек, әйел адам барынша жабық болатын болса, қоғам нормально тыныш болады. Қоғамда проблема болмайды, жаңағыдай зорлап кетті, ұрып кетті, анау мынау деген әңгіме болмайды. Сондықтан осы жағында ескеру керек. Яғни гормональный фон деген сол, что әйел адам жаңа иіс шығуы, ол да гормонның әсері. Ол да гормонның әсері. Бұл туралы тау адамда тоқталып, тағы да тереңірек айтамыз. Пока осы. Енді тоже жігіттерге актуальный тақырыптардың бірі ол воздержание. Түсіндік қой гормональный фон туралы. Гормон деген бізді басқаратын нәрсе, бізді полностью басқаратын нәрсе. Воздержание деген нәрсені біз көп айттық, оған дейін де айтып келе жатырмық. Енді тағы да айтамын, воздержание деген нәрсе, мен всегда оны мысалға келтіремін оразамен. Оразаны сен қинап ұстамайсың өзіңді. Оразаны сен ұстайсың, потому что оны сен аша салсаң да болады, тығылып бір жерге барып су іше салсаң да болады да, ораза тура сондай. Оны Құдай ғана көріп тұр да. Тура сол сияқты воздержание да сондай. Мен воздержание жаңағы мастурбация жасамаймын, бүйтпеймін, сөйтпеймін деген сияқты, порно көрмеймін деген сияқты ойда болуы мүмкін, бірақ ешкім көрмеген кезде сол нәрсені жасауы мүмкін да. Осы нәрсе. Яғни екеуі ұқсас та, енді мысалға келтіргенде. Сондықтан воздержание деген нәрсе саған не береді? Саған біріншіден тестостеронды көтереді, саған физически кәдімгідей күш береді, ойлау жүйең, миыңды жақсы жұмыс өткізеді. Денсаулығына жалпы пайдасы көп қой еркек адамның ше. Бірақ егер сен воздержанияда болмасаң, воздержание деген нәрсені жігіттер түсіну керек. Бұл воздержание деген нәрсені определенный уақыт қана істеу керек та. Өмір бойы сен воздержанияда бола алмайсың. Сен мысалы бойдақсың ғой, қазір сен 2 жыл 3 жыл бойы үйленгенше, мысалы 20-да болатын болсаң, 30-ға дейін үйленіп жүретін болсаң, мысалы 25-те үйленетін болсаң, сен 5 жыл бойы воздержанияда жүре алмайсың да. Ол невозможно. Ол бәрібір табиғат өзі шығарып жібереді, ол ұйықтап отқан кезде. Ол бірінші. Екінші вариант, сен бәрібір оны өзің мастурбация жасайсың, немесе бір қызға барып қоясың, по-любому шығып келеді да, ол шығатын нәрсе. Сондықтан воздержание деген нәрсенің екі түрі бар. Мысалға біреу воздержание ұстайды, потому что оған ешкім қыз бермейді да. Вот қызы жоқ, қыздармен вообще жолы болмайды, қыз бермейді, қыздардан аламайды. Сосын ол амал жоқ, воздержанияда жүрді. Бірақ егер возможность болса, ол барып алады, ол бодиға барады, саунаға барады, бірдеңе істейді да. Екінші жігіт бар, оған бәрі беруге дайын. То есть ол бәрі бере салмайды ғой өзінен өзі, бірақ ол барып алам десе алады да ол қыздардан. Бірақ ол өзі саналы түрде өзін тоқтатып воздержание ұстап отыр да. Жоқ, мен сақтанамын, мен істемеймін деген нәрсе. Бұл екеуі екі бөлек нәрсе жігіттер. Біреуі өзі таңдап істеп отыр, екіншісі амалдың жоғынан істеп отыр. Осы екеуін ажыратып алу, сен қайсысында жүрсің? Амал жоқ, енді қыз бермейді, енді амал жоқ, воздержанияда жүрміз деп жүрсің ба? Или болмаса жоқ, маған өзім саналы түрде ол нәрсеге жоламаймын деп воздержаниедамын деп жүрсің ба? Осы бірінші мәселе. Екінші мәселе, воздержание ол уақытпен болу керек та. Яғни мен қазір спорт қолап жатырмын, немесе мен жарысқа барамын, немесе мен бір осындай экзамен тапсырайын деп жатырмын, немесе мен бір осындай бір адамның алдына шығып сөйлейін деп жатырмын деген сияқты үлкен бір саған жауапкершілігі жүктеулі бір нәрсе болу алдыңда тұр ғой, 2-3 айда мысалы сен сол нәрсені істеу керексің да. Вот сол кезде сен воздержанияға түсу керексің. Неге? Потому что сенің тестостерон сол кезде көтеріледі. Сен құр ғана воздержанияда жүріп, жаңағы порно қарамай, мастурбация жасамай жүру емес, воздержаниямен бірге сен тренировка жасау керексің. Вот тренировка жасап екеуін воздержание істейтін болсаң, ол сол кезде сен кәдімгідей монстр боласың. Монстр болып сен жаңағыдай елдің алдына шығып сөйлеуге духың жетеді, сен қызға барамын десең қызға да барасың, қызды танысасың деген сияқты. Одан кейін жаңағы тренировка болатын болса, жарысқа баратын болсаң, ол саған екі есе көмектеседі да. Ана бұрынғы киноларда айтып жатушы еді, жарыстан бұрын ешқандай қызға бармаңдар, қыздарға жоламаңдар деп жарысқа баратын кезде тренерлер айтып жатады, киноларда бар да мысалға. Сондықтан осы нәрсе бұрын енді естігенімізде түсінбеуші едік, қазір қараса ол шынымен де бар нәрсе екен да. Демек, сен өзіңді воздержание ұстау арқылы сен белгілі бір нәрсеге дайындап, сол нәрсені өту үшін ғана ұстауға болады да. Сен өмір бойы воздержание ұстап отыруға сен обязан емессің. Сен егер қаласаң, аптасына бір рет деп айтып жатады енді, нелер шығарып жіберуге болады. Неге болады? Өйткені сен жаңағыдай бір қызға барып күнә жасап қоймас үшін сен лучше қолмен шығарып тастаған дұрыс болады. Немесе даже үлкен кісілер совет береді. Енді ол қаншалықты дұрыс емес екенін әркім өзі білетін шығар, бірақ айтады да, қызбен кездесуге бара жатқан кезде фук етіп шығарып таста дейді бір рет. Неге? Өйткені ана қызға сен ондай аш көзбен қарамайсың дейді, ол кезде ондай жынды болмайсың дейді, жаңағыдай қуаламайсың да ол қызға қарап, оны қалап жаңағыдай не болса да соған аламын, каблук болып жаңағыдай ол қызды добиваться етіп артып кетіп қалмайсың да. Неге? Өйткені сен жаңағы шығу керек нәрсені сен алдында шығарып тастадың, свиданияның алдында. Сондықтан воздержанияның осындай да бір пайда жағы бар, екінші жағы бар. Яғни
үнемі воздержание ұстап жүруге жігіттер, ол как бы дұрыс емес. Үнемі болады олай, бәрібір ол сен табиғатпен ұйықтап жатқанда түс көріп шығып кететін нәрсе шығып кетеді. Бірақ жоқ, мен қатып қалдым, ол өмір бойы воздержаниеда жүремін, немесе бір жыл бойы жүремін воздержаниеда. Ана видеолар көп қой ютубта, бір жыл воздержаниедан кейінгі мен там состоянием, 3 айдан кейінгі состоянием деп айтып жатады ғой. Ол состояниеға білмеймін, олар рас өтірігін, бірақ сол состояниеға жету үшін сен жаңағыдай дұрыс ұйықтау керексің, дұрыс тамақтану керексің, спорт міндетті түрде болу керек. Ешқандай сені қоздыратын қыздарға, видеоға, там порноға қарамау керексің. Сосын содан кейін барып сен өмір жасай алмаған бір рывок жасап кетесің сол кезде. Духың жетпей жүрген нәрсені жасайсың. Неге? Өйткені сен ұрығыңды сақтау арқылы, яғни жұмыртқадан ұрық бөлінбегеннен кейін не тестостерон көтереді, ол тестостерон көтереді. Еще сен миыңды құр босқа возбуждать етпейсің ғой, жаңағыдай порно қарап, көшеден қыздарды аңдып, сен өзіңнің миыңды құр босқа возбуждать етпейсің. Ми возбуждать еткеннен кейін мынау тұрғаннан кейін ол міндетті түрде бірдеңе істегісі келеді да. Сол үшін сен воздержание деген нәрсе ол тек қана жаңағыдай дейді, жыныс мүшеңнің ғана мастурбация жасау ғана емес, ол көзді де сақтау, ол құлақты да сақтау, осындай. Полный кәдімгі ораза ғой, ораза ұстау керексің. Болды. Оразада көзіңді тый, құлағың тый, аузыңды тый деп айтады ғой, тура сондай болу керексің сен, сол состояниеға түсу керексің. Сосын барып сенде бір результат болады воздержаниеға қатысты. Просто 3 ай, 1 ай эксперимент ретінде өсіп тексеріп көрсең, тренировка жасап, дұрыс ұйықтап, өзіңді сақтап, сол кезде сен результат көресің. Ал просто мен порно көрмеймін бүгіннен бастап, там мастурбация жасамаймын, атак қыздарға қарай беремін, атак сол бұрынғы образ өмірімді сүре беремін дейтін болсаң, онда ешнәрсе өзгермейді. Сен просто әшейін ұрығыңды сақтап жүрген болмаса, жалпы былай өзгеріс болмайды. Сондықтан воздержание нәрсені дұрыс түсіну керек. Бұл туралы да толығымен қалай болу керек екен, табу адамда толықтырып айтып кетеміз, яғни бонусқа беріп кетеміз бұл тақырыпты. Тек енді воздержаниеден кейінгі тақырып жаман әдеттен құтылудың нақты бір жолы дейді. Бұның жолдары көп, жаман әдеттен құтылудың. Бірақ нақты бір жолын айтамын сіздерге. Бұл мастурбация деген көп жігіттерде қазір осы жерде бар нәрсе. Жасыратын жоқ, осы жерде бәріміз жасадық, жасап жүргендер бар әлі. Сондықтан осы мастурбациядан құтылу, немесе насыбайдан құтылу, немесе кальяннан құтылу, темекіден құтылудың жолдары бар. Осының бәрі қандай жаман әдет болсын, осының бәрінен құтылатын бір жол ғана бар жігіттер. Ол адам өзін дисциплинаға салу керек. Яғни бізге дисциплина деген нәрсені ұнатпайды ғой, біздің ми дисциплинамен жүру, уақытында 8-де тұрып, 10-да жату, тура уақытында обед ішу, тура уақытында жаңа ұйықтау деген нәрсені біздің миымыз жек көреді. Мысал келтіретін болсам, сексті бәріміз жақсы көреміз. Сексті жақсы көрмейтін адам жоқ. Әйел де еркек те бәрі жақсы көреді сексті. Бірақ сексті қара. Сексті сен ұнамайтын жерде, ұнамайтын адаммен жасай аласың ба? Саған ұнамайтын бір қызды әкеліп қойды, жек көретін бір қызды әкеліп қойды саған. Сен оны қаламайсың ол қызды вообще. И ол ұнамайтын бір жерде тұрды, білмеймін, свет жарық шығар, может біреу қарап тұрған шығар, сондай да. Сол кезде сен сол сексті қаншалықты жақсы көресің? Негізі ол секс жақсы ғой, бірақ сен оны қаншалықты жасай аласың? Жасай алмайсың. Желание болмайды сенде вообще. Тура сол сияқты. Тағы да бір мысал, тамақ жегенде бәріміз жақсы көреміз. Бәріміз тамақты жақсы көреміз. Любой отырып тамақ тойып алып жеген еркек адам бәрі жақсы көреді да. Бірақ тамақты қасыңа ең жек көретін, сен бір жек көретін адамды елестетші қазір. Кім бір әркімнің бір терпеть ненавижу деген бір адам бар ғой. Сондай адам сенің алдыңда отыр, енді соның алдында отырып жаңағы тәтті бір балықты, етті жеп көрші, жей аласың ба? Ана ет уже ондай тәтті болмай қалады. Анау тамақ саған уже ондай кайф бермейді. Өйткені сенің алдыңда сенің нервыңа тиетін, сен жек көретін бір адам отыр да. Шалпылдап жеп отыр да сенің алдыңда. Вот осы сияқты ғой мысалы. Демек, жаман әдеттерден құтылу деген нәрсе, жаман әдеттен құтылу деген нәрсенің жолы сол, что біздің ми, яғни біз жек көретін нәрсеге келген кезде не істемей қалады да. Істемей қалады, қаламай қалады да. Сонда жек көрінішті қылып жіберу керек осы нәрсені. Біздің темекімізді, мастурбацияны, порноны, немесе жаңа не бар, насыбайды, кальянды, осының бәрі жек көрінішті қылып жіберудің амалы бар. Ол нәрсені дисциплина жасау. Дисциплина. Яғни сағат 8-де тұрып, онда жатасың деген сияқты біздерге дисциплина бар, осыны жасау керекпіз. Мысалға темекі шегетін жігіттерге былай істеуге болады да. Мынау темекі, бұны сен бүгінгі бір күніңе бойласа аласың да, 3-ке бөліп қоясың мысалға. Обед азанда тұрасында 2 темекіні, 3 темекіні, тура осындай маркадағы 3 темекіні 2 минутта или 5 минутта шегіп тастау керексің. Обедте тура солай, кешке тура солай, осылай бөліп қоясың да. Бас кезінде бір апта, может 3-4 күн саған ұнайды ол. Кәдімгі ана будильникті күтіп жүресің, будильник шыр етсе, темекі шеген бар деп 3 темекіні пытырлатып тастайсың. Одан кейін кеш болады, кешке қарай 3 темекіні пытырлатып тастайсың. Будильник күтіп жүресің 1-2 күн, 3-4 күн. Может кейде біреуде бір апта болады да. Бірақ біздің ми ақымақ емес қой. Біздің ми не істейді? Дисциплина болып отқан көріп тұр ғой. Уақытпен шегіп жатыр. Сосын сенде уже не болады? Напряг басталады бір аптадан кейін. Ана будильник шырласа, темекі шегу керек па не, уже болып қалды ма не деген сияқты. Сен уже ана нені будильник шырлаған кезде темекі шегу деген кайфты орнына неге ауысып жатыр?
бұл уже жұмысқа ауысып жатыр да. Жұмыс істеу керек, барып тұру керек, қазір шегу керек. Өйткені уақыт өтіп кеткеннен кейін болмай қалады. Бұзылады, график бұзылып кетеді. Не істеу керек? Амал жоқ. Бәрі жұмысты тастап, киноны тастап барып темекі шегіп келу керек та. 2-3 темекіні шегіп тастау керек, бітіріледі. Сосын ұмытып кетіп достарыңмен әңгіме айтып отырып, немесе баняға шомылып отырсың, шырыр будильник шырылдап отыр. Оп, ана темекі шегу керек. Білмеймін, туалетке шығып кетесің, бір жаққа шығып кетіп, ана 3 темекіні шегу керексің да. Бұл өзіңе осындай установка қойып қоятын болсаң, осы тексерілген нәрсе жігіттер, талай жігітпен ше. Вот бір апта, 2 аптада сен ана темекінің бетіне қарағың келмей қалады. Саған жиіркенішті болады. Ана будильник шырылдаған кезде фу деп темекіні тастап жібергің келетін жағдайға шығады. Тура сол сияқты насыбай да сол. Насыбайды тура солай тастау болады. Кальянды да өлгенше шегіп, құсқың келгенше қышып, сосын екінші рет кальянның иісін сезген кезде бә деп құшып жіберетін жағдайға жетуге болады да. Менде сондай болады. Чисто кальянмен менде сондай. Қазір мен ана вайп па, не ана темекі шегеді ғой, электронный алып жүреді. Соның иісін естісем, мен уже сразу ана кальянның есіме түседі да, мен уже жүрегім айнып, сол состояниеге қайтып келемін да. Өйткені мен кальянды өлгенше шеккем ғой, әдейі. Чтобы құсып, ішіп, екінші рет кальянға жоламау үшін. Мен тексеріп көрдім осы нәрсе. Шынымен де жұмыс істейді жігіттер. Сондықтан темекті, асыбай, кальян, порнография, порноны тура солай көрсең, уақытпен қойып қойып, шыр ете қалып жүгіріп барып порно көру керексің. Еще порноны сен өзің қалаған порноны көрмейсің. Оны сен мынандай неге бөліп қоясың, там бір күн мынандай категория, бір күн мынандай категория деген сияқты порноға бөліп қоясың да. Соны бір күнде 3 күнге 3 уақытқа бөліп қойып, соны порноны көріп отыру керексің. То есть сен өзіңді заставить етіп істеген кезде ми уже автоматически ол нәрседен қашады. Порно саған қызық болмай қалады, қарағың келмей қалады ана ше. Тура сол сияқты көбімізде енді мастурбация ғой біздің проблема, мастурбацияны қалай жасау керек дейді, тастау керек дейді. Мастурбацияны жасаған кезде біз енді не істейміз? Бітіреміз да, кайф дейміз ғой. Яғни ми бізді не істейді? Соңғы моментті сақтап қалады да. Соңғы момент сақтап қалдық деген нәрсе мынандай жігіттер, түсініп алыңдар. Мысалға мен бір қызды аламын да, қазір үйге әкелемін, осы үйге, сөйтемін да. Ол қызды бір апта бойы, 6 күн бойы қинаймын, ұрам, соғам, зорлаймын, тамақ бермей қоямын, су бермей қоямын, байлап қоямын, қинаймын да. 7-ші күні, бірақ 7-ші күні полный қызға кайф беремін ғой, киіндіремін, жуындырамын, саунаға апарамын, массаж жасатқызамын, массажисткалар шақырамын, оны прическа жасатқызамын, оны қыдыртамын, лимузинмен кашетемін, өзі қалаған ресторанға апарып, қалаған тамағын беремін. 7-ші күні, соңғы күні. Ана қыз именно сол соңғы моментті сақтап қалады миында. Ана 6 күн бойы қиналғанын, зорлағанын, ұрғанын ұмытып кетеді да, именно сол 7-ші күнгі әдемі болған нәрсенің бәрін сақтап қалады. Ана 6 күнді ұмыттырып жібереді 7-ші күн. Неге? Өйткені мидың функциясы сондай. Ми тек қана соңғы моментті сақтайды. Әдемі момент сақтап қалады да. Тренировкаға барғанда да сен өліп тіріліп 2 сағат бойы тренировканы ұрып, соңында шаршап, солдық тренировкадан безіп шығатын болсаң, ми сол момент сақтап қалады. Шаршап шыққанда ертең тренировкаға келу қиын болады да. Сосын өйткені ми не істеді? Кеше тренировкадан шаршап шықтық, бізге уже қызық емес деген нәрсені сақтайды. Сондықтан мастурбацияда бізде қалай? Мастурбацияда біз мастурбация жасаймыз да, пук атап, кайф. Бітті, сол жерде жуасың, кезесің, кетіп қаласың да болды. Осы момент сақтап қалғаннан кейін не істейді? Ми қайтадан сол мастурбацияға бізді әкеле береді. Өйткені кайфпен бітіп жатыр ғой әңгіме бар. Енді біз не істейміз? Бұл нәрсені бұзу үшін біз либо уақытқа қоямыз, жаңағыдай уақытты шыретағың тұрып мастурбация жасау керексің, сен қалайсың ба, қаламайсың ба, қызық емес, сен барып жасау керексің. Бұл бірінші. Екінші, мастурбация жасаған кезде біз бітіреміз ғой. Сосын до конца сен ана неңді аласың да, мыжғылайсың ғой. До конца пока ауырып, қажап, жара болып кеткенше сен мыжғылайсың. Вот сол кезде сен уже екінші рет ол мастурбацияға жолағың келмей қалады. Екінші рет жолағың бітті. Неге? Өйткені ми көрді, жаманмен бітті. Кайфпен біткен жоқ. Анау қажалып кетті, анау үйкеліп кетті, ауырып кетті, быт-шыт болып кетті да. Ертең даже сия алмай қалатын жағдайға жетіп қалдың да. Вот осылай бітіретін болсаң, бір рет қана. Сол саған жетеді, как минимум 1 жыл, 2 жыл сен мастурбация деген нәрсеге атымен жоламайсың да. Өйткені неге? Сен миың түсініп қалды да, жаман нәрсе. Жаман болып бітті бұл деп ше. Сондықтан жаман әдеттен құтылудың бір жолы сол, что ол бірінші либо дисциплина қоясың, дисциплина қоясың. Екінші, сен оны жаман қылып бітіресің. Яғни темекіні шеккен кезде деп до конца шегіп, басың ауырып деп құсқанша шегесің. Кальянды солай құсқанша шегесің. Насыбайды өлгенше шегесің. Сосын бұл екінші сол нәрсеге жолағың келмей қалады. Бұл нәрседен жігіттер дұрыс түсініңдер, бұл нәрсе именно осы нәрсені теманы үйренгісі келетіндер енді жеке хабарласып кішкене именно нені тастайын деп жатыр соғанға кішкене бір консультация өту керек. Әйтпесе бет алды барлық нәрсеге бұны сала берсек болмайды. Өйткені бір жігіттер бар, осыны естіп алып, газировка бар ғой, горилланы тастаймын деп, немесе Red Bull тастаймын деп, газировканы ұрып ішіп, өткенде ғана естідіңдер, икан концертінде бір жігіт қайтыс болды, мысалы Марлен. Ол неден қайтыс болды деді? Диагноз то, что жаңағы передоз көп ішіп қойған, газировканы көп ішетін жігіт дейді да. Енді ол сөйтіп шығарып берді ғой, біз білмейміз ғой, не Құдай біледі, конечно. Но қазіргі көп диагноздар содан келіп отыр. Яғни көп энергетик ішкеннен кейін ол әрине адам ағзасына кері әсер береді. Сондықтан мен энергетикті тастайын деп оны бірінің артынан бірін ұрып, жігіттер ертең ауыздарынан көбік алып, то есть атасын жаман жағдайға жатып қалмайды. Сондықтан бұл энергетикқа жұмыс істемейді жігіттер. Энергетикті олай тастай береміз. Энергетиктің орнын біз просто басқа нәрсемен алмастырамыз.
энергетик ішіп жүретін болсаң басқасын ауыстыр, просто бұл су іш, басқа іш деген сияқты болды. Или энергетик тұратын жерлерге вообще барма, оны айналып өт, яғни амалын тап. Бұл энергетикке қатысы жоқ. Осымен шатастырып энергетикті ұрып ертең ауыздарынан көбі қалып су ағып жатпасын, құдай сақтасын. Демек түсіндік қой, жаман әдетті тастаудың жолы миға жаман немен бітіру керек ол нәрсені ше. Түсінікті болды ма осы жағы? Яғни ми түсіну керек, что бұл процесс жаман болып бітті. Екінші рет мастурбацияға жоламаймын, екінші рет кальянға жоламаймын, екінші рет темекіні шекпеймін мен болды деген осындай идеямен бітіру керек та. Демек жаман әдеттен құтылудың жолы осы. Енді масса жинаудың жолы. Қыздармен қалай сөйлесу керек деген нәрсе соңғы тақырып болсын, өйткені бұл бәрімізге қызық қой, қыздардың тақырыбы жалпы, иә. Сондықтан соңына дейін қалып тыңдап отырсаңдар, қыздармен дұрыс қандай позицияда сөйлесу керек екенін айтамын. Өйткені қыздармен дұрыс сөйлесу деген нәрсе бар. Енді әдемі сөйлесу емес, дұрыс позицияда сөйлесу деген нәрсе бар. Осыны түсініп алу керек. Енді масса жинаудың жолы деген нәрсе бар, жігіттер. Масса жинау деген нәрсе менде де қанша жыл бойы проблема болған нәрсе, иә. Мен өзім эктоморф, эндоморф деп бәріміз бөлінеміз ғой. Мен өзім тез былай денем шығады, генетикамыз құдайға шүкір, папамыздікі сондай берілген екен. Біз көп аз ғана заниматсыз біздің денеміз шығып кетеді негізі. Бірақ менің бойым кішірек болғаннан кейін маған дәу бір качок болу, денені шығару маған қатты жараспайды. Сондықтан мен оған қатты бір қызығатын адам емес, бірақ белгілі дәрежеде сенің қолың денең шығып тұрса, оны неше жаман да. Қыздар да жақсы қарайды, жігіттер де оған қарайды да, мысалы денең бар болса. Сондықтан бәріміз жігіт болғаннан кейін денелі, иықты, сондай грудастый, бицепстарымыз болып тұрғаны ол жақсы. Өйткені қыздар, мен всегда айтамын, қыздар жігітке қарағанда бейсаналы түрде оның қолына қарайды. Егер қолы мықты болатын болса, не істейді? Значит, ол мені көтеріп алады, ол ұрғанын құлата алады, ол жұлады, яғни оның қолы мықты. Осы біздің немізде әйелдердің санасында пришите осы ше. Екінші, қыздар жігіттің аяғына қарайды. Санына, оның құйрығына қарайды да. Яғни құйрығың тырсиып тұрса, саның, аяғың мықты болып тұратын болса, не? Ол значит, ол мықты ұрпақ бере алады. Бұның бойында тестостерон көп. Бұл жақсы ұрпақ бере алады. Бұл қашса құтылады, қуса жетіп алады дегендей, осындай бір бейсаналы түрде қыздар осылай түсінеді да, жігіттің мықтылығын. Демек, бір жігіт тұратын болса, немесе жаңа май-май болып толық бір жігіт тұратын болса, ол жігіттер шынында қанша бір ақылды болсын, жаңағыдай харизматичный болсын, бәрібір олар бейсаналы түрде қыздарға өтпей қалады, өйткені әлсіз болып көрінеді да, әлсіз болып қабылдайды қыздар. Ал спортивный жігіттерге олар бәрібір басқаша қарайды, ол спортсмен деген сияқты, бір уважениемен қарайды да. Сондықтан бәрібір біздің денеміз шешеді әңгіме. Сондықтан жігіттер масса болу керек. Енді масса деген кезде біреуге масса наоборот тастау керек болады, а біреуге наоборот жинау керек болады да. Бұл жерден тастау керек мәселесінде мен қатты бір ондай эксперт емеспін, фитнес тренер болып жаңағыдай бүйтіңдер деген нәрсе айтпай қояйын. Бірақ масса жинаудың жолы, кеше де қысқа шет жағасын айтып кеттік қой. Масса жинаудың жолы, ең бірінші жолы ол біз ойлағандай дұрыс питание ішу, жаңағыдай 2 грамм белокты, жаңағы 1 килограмм неге салмаққа бөліп ішу, анау мынау деген БЖЖ, анау ПП деген нәрсенің бәрі жігіттер өтірік әңгіме. Неге? Өйткені қараңдар, бұрынғы скульптуралар дейді ғой, бұрынғы Рим, бұрынғы заманның нелер бар ғой, нелер Египеттің нелер пирамидалардың қасындағы нелер болады ғой. Адамның мүсіндері салады ғой. Солар бірдеңені көтеріп тұрған адамдар, еркектер, әртүрлі нәрсені ұстап тұрған еркектер, скульптура дейді ғой, еркек адамның денесі. Қарасаңдар, бәрін сол денелерде өте мускулисті денелер салған да. Сол заманда, қазіргі заманда салмаған, бұрынғы ескерткіштер, ондай көне ескерткіштер бар тарихта, кәдімгі сақталып қалған. Солардың денелерін қарасаңдар, өте мускулисті болған ғой. Кәдімгі престердің бәрі, алты пресс, грудак деген мынандай, кәдімгі бәрі орында бодибилдерлер, кәдімгі біздің заманда айтқанда сондай болған да олар. Олар ешқандай правильный питание жеген жоқ. Біз сияқты керемет дұрыс тамақтанып, дұрыс тренировка жасау деген сияқты қазіргі фитнестің дұрыс несі деген нәрсе болған жоқ. Яғни сол скульптураларға қарасаңдар, олар бәрі денелер идеальный болған да. Олар қаяқтан шығарған? Ойдан шығарған жоқ. Сол заманда салған адам не істеді? Біреуге қарады да, осының мүсінін сол скульптураға түсірді. Мен қазіргі салып жатқан мүсіндерді айтып жатқан жоқпын. Бұрынғы заманда бар кәдімгі сақталған. Соны көргеннен кейін біз айтып отырмық та. Яғни сондай мүсіндер қайдан шықты? Олар значит сондай бұрынғы адамдар качок болған, сондай идеальный денеде болған, формада болған. А олар не, біздік сияқты фитнесті дұрыс мынанша подход жаса, мына жерде мынанша көтер, мынаны дұрыс істе деген нәрсені білді ме? Білген жоқ олар. Олардың заманында өздерінің тренировкалары болды да. Демек, анау даже мынау СССР-дің нелері бар ғой, фрезеровщик, токарь деген бұрынғандай ауыр жұмысты істейтін адамдар ше, соларды ютубтан қарасаңдар, солардың денелерін қарашы, мынау бицепстары деген бар ғой, мынау 50 сантиметр деген, қазір біздің качоктардың бицепстары ойнамай қалады, қасында бар ғой, аналардың бицепстары деген масқара денелері дегенді. Бірақ олар бодибилдер емес, олар бар качки жасамайды, олар тек қана балтамен ақ жұмыс істеу арқылы денелерін сондай шығарып тастаған да. Денесін шығарған жоқ қой, просто жұмыспен шығып кетті да оның денесі. Демек, ол не правильный питание жеді ма,
совет үкіметі кезінде керемет белоктар ішіп протеин ішті ма олар? Жоқ, ондай нәрсе болған жоқ. Бірақ олардың денесі не болды? Біздікінен де жақсы болды. Демек, адамның денесінің мықты болуы, еттің тез өсуі, ол біздің дұрыс тамақ ішкенімізден емес, жігіттер. Дұрыс тамақ ішу деген нәрсе бізге қазір просто сатып жатыр. Протеин, там анау, анау деген нәрсенің бәрін бізге не маркетинг сатып жатыр. Ол өткізу керек. Ол кәдімгі бизнес қой, біреудің бизнесі ғой. Сондықтан бұл нәрсе пихать етіп жатыр. Негізі дене өседі неден? Тестостероннан өседі. Тестостероннан ғана өседі дене. Сен бойыңда тестостерон көп болатын болса, сен просто әшейін жаяу жүріп келіп, лестницаға мініп келіп, бір затты көтеріп апарып түсірген бол, соның өзі жетеді саған. Кәдімгідей сен качок боласың, кәдімгідей мускулистый боласың да. Африканың кеше мысалы келдік қой, Африканың жігіттері бәрі качок, мускулистый шетінен. Олар бізбен качки жасайтын болса, олар бізден озып кетеді, тез өсіп кетеді олардың процестері ше. Демек, олар ешқандай бір дұрыс правильный питание ішіп, дұрыс бір техникамен былай жасау керек, бүйтіп көтермей сәл ғана көтер, бицепсқа 10 подход жасау керек, 5 подход жасау керек деген нәрсенің бәрі жігіттер ойнаған әңгіме. Бәрі ойнаған әңгіме. Бірақ бұның бәрі бізге әдемі қылып өйстіп сатып жатыр. Фитнес залға баратын болсаң, саған обязательно абонемент алады, одан кейін тренерді береді. Тренер обязательно сені тренировкаңды 6 ай 7 айға созады, чтобы сен постоянно ақша келіп тұру үшін. Сосын ол өзінің несін пихать етеді, там протеин іш, ойбай саған болмайды, или мынандай правильный питание бар, осыны же деген сияқты идея бар да. Сондықтан бұның бәрі маркетинг жігіттер. Енді бұл жерде қазір фитнес тренерлер болса, білмеймін, фитнесқа жақын адамдар болса, мен түсініп білетін шығар. Бірақ бұл маркетинг. Сенің денеңнің массаңның өсуі, әрине ол тамақ ішпесең өспей қалады деген нәрсе жоқ. Тестостерон. Просто тестостерон жоғары болған кезде сен просто автоматически өсесің. Автоматически сен широкий бола бастайсың. Автоматически жігіттер. Сәл ғана тренировка жасадың, болды саған сол жетеді. 1-2 отжимание саған сол жетеді. Немесе не дейді, айтады, не жесең де, нені жейтін болсаң да, айтады, кішкене ғана нан жесең, кішкене ғана су ішсең, сол саған жету керек негізі дейді адамға. Сол күш беріп тұру керек дейді. Біз не істейміз? Тойып тыңқиып тамақ ішіп алсақ та біз не істейміз? Ұйқымыз келеді, жатқымыз келеді. Тамақ ішіп алғаннан кейін. Ол не деген сөз? Ол не? Ол деген біздің бойымызда қант көп, сахар. Қазір сахарный диабет деген ауру ғой, үлкен ауру да. Сол сахарный диабет көп, қант көп біздің бойымызда. Содан кейін біз не істейміз? Қанша көп тамақ жесек те тоймаймыз, біріншіден жей бергіміз келеді, одан кейін жатқымыз келеді, тамақ ішкеннен ұйықтағымыз келеді. Негізі қалай болған? Тамақ деген адамға күш қуат береді. Ас адамның арқауы деп айтып жатады. Яғни тамақ жегеннен кейін адам қуаттанып, оянып, энергия алып, жоғары бірдеңе істегісі келу керек. Бізде наоборот тамақ ішкеннен кейін жатқың келеді, ұйықтағың келеді, сондай болады да. Демек, бұл не? Біздің бойымызда қант көп. Ол қантты қалай кетіреміз енді? Қантты кетіру керек осы қантты. Яғни монстр болу үшін, монстр болудың жолы кешегі айтқан приседания жігіттер. 300, 400, 500 приседанияға жеткізетін болсаңдар бір күнде да. 300, 400, 500 приседания сен бір күнде жасап тастай алмайсың ғой, немесе бір айда жете алмайсың оған. Сен оны бір айға шағып, өтер бір күн жетесің да соған. Вот осылай сен бір айда, 2 айда осылай приседаниямен сен өзіңнің бойыңдағы қанттың бәрін құртасың, лишний қанттың бәрін. Егер қазақша айтқан кезде, лишний қант құртылғаннан кейін сен не жесең де, сен уже масса жинай бастайсың. Кішкене ғана тамақ жедің, сенің бойыңда энергия бар. Кішкене ғана тамақ жедің, сен уже массаң өсіп жатыр. Тренировкаға бардың, тез прогресс болып жатыр. Неге? Потому что сен бойыңда лишний қант жоқ. Сені шаршатып жатқан, сені басып жатқан қант жоқ. Бойындағы артық қант жоқ. Неге біздің бойымызда қант көп? Потому что біздің нанымызда да қант бар, шайымызда да қант бар, шоколадың бәрі қант, мороженыйың бәрі қант, чипсы, бәрі қант. Бәрі қант. Біздің организм оған үйренбеген. Біздің организм ондай көп қантқа үйренбеген. Біздің аталарымыз онша көп қант жемеген өмірінде. Сондықтан олар таза болған, олар мықты болған, олар батыр болған, олар ауырмаған. Біздер ауырып қаламыз, сәл не істеп қалсақ ауырып қаламыз, сәл пішіп етіп қаламыз, мұрнымыз ауырсақ тез жазыла алмаймыз, қолымыз кесіліп кетсе ұзақ уақыт жазылады, ол көгеріп қалса ұзақ уақыт жазылады. Неге? Потому что бойымызда тестостерон жоқ, еркектік гормон тестостерон жоқ. Әйелдерде ол нормально. Әйелдердің бойында жазылмау кету, жараның ұзақ жазылмауы, көгеріп қалса, тез ұстап қалсаң көгеріп қалуы, ол нормально. Өйткені әйел адам денесі сондай. Біз еркектерде ондай болмау керек. Біз фақат бір жерден ұрып алдың, сырып алдың, сол бір апта жазылмай қояды бір адамдарда. 2 апта бойы жүреді. Немесе бір жерден көгертіп алдың, сол ауырып жүреді постоянно, көгерген кетпей қойды ұзаққа дейін. Оның ненің белгісі? Еркек адам бойында әйелдік гормон көп, еркектік гормон тестостерон өте аз деген белгісі. Сондықтан жігіттер, біздің бәріміз де автоматически мына жерге отырған қанша жігіт болатын болса, соның бәрінде тестостерон төмен. Менде де төмен, бәрімізде де төмен. Сондықтан оны біз көтеру керекпіз. Ол үшін біз арнайы білімдерді беріп жатырмыз. Сондықтан соны алып, қазір қолданбасаң, онда просто қалып кетесің, кәдімгі қалып қаласың біраз уақытқа. Енді мен осы жерде қысқаша түсіндіріп бір презентация жасап кету керекпін. Неге? Потому что вебинардың мақсаты сол. Мен сіздерге қазір тау адам туралы көп сұрайтын жігіттер бар. Соларға тау адам туралы қысқаша бір 2-3 минутта таныстырып кетейін жігіттер.
аяқ жағы соңында қыздарға қатысты тақырыпты айтатын боламыз, қыздармен қалай сөйлесу керек деген сияқты. Тау адам, неге тау адам деп айтты да? Өйткені анау тау адам деген өлең тыңдағаннан кейін мен ойыма келді сразу тау адам деген. Бәрін тыңдаған шығарсың ол өлеңді. Сондықтан мен өзім тау адам деген идея маған қатты өтті. Мен тау адам болғым келеді. Мен мысалы всегда ойлайтынмын, андай үлкен біреу болғым келеді, андай болғым келеді деген сияқты. Бірақ тау адам деген бұл. Тау адам дедің ба, понятно, сен үлкен адамсың, сен уже тау тұлғасың деген сөз да. Сондықтан өзіңнің тарихыңды жазып, шектеусіз, мына жерде болмайды, мындай емес деген сияқты, шектеусіз, сосын абыройлы, ең маңызды абыройлы, сосын ең тағы да одан да маңызды мағыналы өмір сүру. Мағыналы. Құр босқа әйтеуір келіп кетіп, әйтеуір бүйтіп алынып салынып, анда жұмысқа бардың, келдің деген бір өмір емес. Кристина Бега дейді ғой, сондай бір өмір емес, мағыналы өмір кәдімгі. Ертең менің әкем осындай болған, менің атам осындай болған деп сен немерелерің айтып отса, немесе балаң айтып отса, мен сізге ұқсағым келеді, папа, мен сен сияқты болғым келеді деп отса, ол деген мынандай емес пе? Міне тау адам деген сол да. Сондықтан мен сондай өмір сүргім келеді, мен сондай адам болғым келеді. Сондықтан мен тау адам деп қойдым. Тау адам деген ат айтып тұрғандай тау тұлға деген сөз. Демек бәріміз тау адам болуға шақырамын. Бұл тау адамда не бар? 30 сабақ бар жігіттер. 30 сабақ бар, 500 минут бар. Яғни 30 сабақтың бәрі созғанда 500 минутқа сыйған екен да. Сосын мен беретін арнайы бонус тапсырмалар бар. Кәдімгі кеше айттық қой, Инстаграмда шет жағасы бүйтіп мынандай тапсырмалар бар деген сияқты. Соны сендер жасайсыңдар өздерің. Вот сол тапсырмаларды жасау арқылы сенің маскаң шешіліп, бетің ашылып, кәдімгідей мен оказывается осындай жерге дейін бара алады екенмін, осы нәрсе істей алады екенмін ғой деген сияқты. Сенде өзіңнің бір неңді, границаңды, шекараңды сезесің да, деген сияқты. Сондықтан сұрақ жауап міндетті түрде болады. Түсінбей қалдым, түсіндім, мына жерде қалай, мындай қалай деген сияқты нәрсе. И бонус әрине сабақтар болады. Бонус сабақтарды енді алып жатқан жігіттерге айтамыз, ол не болсын. Так, жеке консультация деген нәрсені көп сұрайды. Мына жерде сабақ өткеннен кейін мен түсінбей қалдым, былай бола ма, бүйте ма, сөйте ма деген нәрсе болады. Ол міндетті түрде жігіттер. Жеке консультация деген нәрсе ол кері байланыс қой. Сондықтан ол міндетті түрде болады. Мынау тау адамның нелері. Яғни қазіргі заманғы 21 ғасырдағы жігіттердің бәріне керек информация. Маған скриншоттап бір қарап түсіріп алсаңдар болады. Қандай тақырыптар болады деген мәселеде. Бұл да бұның астында нелер болады, кәдімгі подтексттер да. Мысалы, қыздан қыз қалай ғашық болады деген сөзде, қыз былай ғашық болады деген нәрсе емес, оның астында кәдімгідей бір әңгімелер болады да. Қыздар неден қорқады деген, қыздар мынадан қорқады емес, қыздар кәдімгі ашамыз да полный бұл нәрсе. Сондықтан жоғарғы ранг, анау мынау деген нәрсенің бәрін полный біз білімді осы тау адамға салып қойдық. Өйткені аты айтып тұрғандай тау адам болғымыз келеді. Тау адамның екі несі варианты бар жігіттер. Тау адам өзінің курсы бар және жеке консультация бар. Яғни сен тау адамды аласың, сосын менімен бірге жеке байланыста боласың. Екіншісі тау адам курсын аласың, как положено, өзің онлайн. Сосын жеке даму. Яғни менің бір айлық сенімен бірге жұмысым бар. Бір ай бойы менімен байланыста боласың. Яғни екеуміз жеке бренд құру деген нәрсе енді ол басқа адамның жұмысы болады, басқа адам араласады оған. Бірақ именно маған қатысты жеке даму жағынан осы еркектікке қатысты нәрсенің бәрін мен саған сол тау адаммен қосып бірге осылай онлайн немесе Алматыда болсаң офлайн сөйлесетін боламыз. Яғни екі маманмен тегін жұмыс істейтін боласың. Енді ең қызығы бәрінің келетін нәрсесі ол баға деген әңгіме, баға қалай болады деген сияқты. Жігіттер, тау адамның бағасы осындай. Яғни бірінші тау адамның курсы плюс жеке консультация, яғни бір рет менімен кері байланыс 65.900 теңге. Екінші, яғни тау адамның курсы жеке менімен бірге даму бір ай бойы, сосын екі маманмен, яғни жеке брендті дамыту маманмен екі тегін консультация өтесің. Оның бағасы 220.900 теңге. Енді мына жерде сұрап жатыр жігіттер, жеке маман, жеке бренд бізге не керегі бар деген сияқты. Жеке бренд, сен қазір көп жерге барамайсың. Жеке бренд дегенде бәрің блогер болып кетті, әнші болып кетті деген нәрсе емес. Қазір қыздардан біз телефон сұрамаймыз, қыздардан біз Инстаграм сұраймыз. Қазір қыздардан барған кезде, қызбен телефон танысқан кезде көшеде, сен одан Инстаграм сұрайсың. Өйткені Инстаграммен сен көп мәселе шешіп тастауың болады. Инстаграмға қарайды да сен, так, мен мына жігітпен кездесемін или кездеспеймін деген нәрсе сол шешіп тастайды. Яғни бұл жерде жеке бренд деген нәрсе сен міндетті түрде бір блогер болып кет, ойбай бүйтіп істе, сөйтіп істе емес. Банан сен Инстаграмның жөнінде бол. Банан Инстаграм жөнінде бол. Демек жігіттер түсінікті ғой, тау адам екі, яғни біздің бір айлық жұмысымыз менімен бірге жеке коучинг деп айтып жатады. Мен коучинг деген нәрсе сөздерді жақтырмаймын өзімше, бірақ енді бір ай жеке жұмыс істеу деген нәрсе менімен бірге. Онлайн 250 мың теңге, офлайн 250 мың теңге тұрады. Бір ай просто екеуміз кездесеміз, осылай мен саған үйретемін, мен не білемін, соны саған үйретемін. Ол 250 мың теңге. Бірақ мына жерде 220 мың теңгеге сен екі тегін консультация аласың, жеке брендке қатысты. Менімен бірге бір ай бойы жұмыс істейсің, және плюс тау адамда қосымша қаншама ақпаратты аласың. Сондықтан не дейді орыстар,
любите и жалуйтесь дей ма, осылай. Енді көбісі енді ойбай скидка болмай ма не, біз қалай енді деген сияқты сұрақтар көп туып жатады ғой, бағасы қалай болады деген сияқты. Жігіттер, скидка міндетті түрде болады. Яғни міне баға осылай. Бұл скидка тек қана 2-ақ күн сақталады жігіттер. 2-ақ күн. 2 күн ішінде осы бағада алып қалам деген жігіттер болатын болса, 2 күн ғана бар. Бұдан кейінгі баға жаңа 220 мен 65 мың болады. 2 күннің ішінде мен бүгін алам, немесе 2 күнде алам дейтін жігіттер болатын болса, астында қазір ақпарат шығады. Кстати, Каспиретпен төлеуге болады. 3-ке бөліп төлеуге болады. Немесе Каспи рассрочка алып төлеуге болады. Бұны. Енді қазір өйтіп бере салатындай енді біреудің жас жігіттер болғаннан кейін ондай мүмкіндік болмаса, оған қаралған, жағдай жасалған. Енді бұл баға 2 күнге ғана сақталады жігіттер. 2 күнде егер алатын болсаңдар, міне мына жерде біздің көмекшінің бағасы тұр. Осы номерге предоплата жібересіңдер. Сосын қосымша сұрақтарың болатын болса, осы неге Олжасқа жазасыңдар. 5000 теңге предоплата жіберіп қоятын болса, 30-на дейін құдай қаласа біз тау адамды ашып доступты 30 күні бақылаймыз. 30 күні береміз. 30-на дейін сен қалған ақшаны төлей аласың. Сондықтан міне баға 2 күнге тау адам туралы толық түсіндіре алдым деп ойлаймын. Не болады, қалай болады, ол процестің бәрін WhatsApp-пен толық сұрап алуға болады тағы да. Так жігіттер осы любите и жалуйтесь деймін. Сондықтан қалып кетпейін, өтіп кетпейін жігіттерден деген сұрақ болатын болса, жігіттермен қазіргі заманның жігіттермен қатар жүрейін деген ниет болатын болса, онда сендерге нағыз керек осы тау адам. Сондықтан бүгінгі қатысып отырған жігіттерге бонус ретінде 15 минут жеке разбор консультация. Мына жерде 60 адам отыр ма? 60 адам жігіттер әрқайсысына 15 минуттан жеке разбор консультация жасай аламын. Тегін 15 минуттан. Бірақ 15 минуттан ары емес жігіттер. Сондықтан 15 минутқа сендер сұрақтарыңды сыйғызу керексіңдер. Мен де 15 минутта сендердің сұрақтарыңа жауап бере алу керекпін. Сондықтан ненің астына, Инстаграмның астына, не дейді, Телеграмның астына комментарийға жазып қоямыз номерді. Сол жерге хабарласып консультацияға жазуға болады. Сол неге номерлерімді қалдырасыңдар, астына жазасыңдар ғой комментарийға. Біз өзіміз хабарласамыз. 15 минут қана жігіттер. Сондықтан мүмкіндік бар, 15 минутта өзіңнің жеке бір сұрағыңды қойып, соған жауап алып қалуға. Бұл бүгінгі қатысқан жігіттерге ғана бонус. Енді соңғы тақырып, қызбен қалай сөйлесеміз деген тақырып. Бұл өте қызықты, өзімізге, бәрімізге керек тақырып. Қыздармен қалай сөйлесеміз? Қалай сөйлесеміз қыздармен? Сонда не қыздармен басқаша сөйлесу керек па, не жігіттермен басқаша сөйлесу керек па деген сияқты ой тууы мүмкін ғой, иә? Шынымен де солай жігіттер. Қыздармен басқаша сөйлесу керек, жігіттермен басқаша сөйлесу керек. Бұл рас нәрсе екен. Өйткені әйелдің тілі басқа, еркек адамның тілі басқа. Біздер қалай сөйлейміз дедік? Яғни біздер логикамен сөйлесеміз, еркек пен еркек логикамен сөйлеседі. Мысалы, мына жерде кім Жаслан отыр, Жасланға айтамын, Жаслан, давай, сен кеше айтып едің ғой, келем деп. Келмедің ғой, немесе ақшаны берем деп едің ғой, бермедің ғой. Сен қалай болды бұл деген кезде Жаслан түсінеді да, бауырым кеше осылай болып қалды, былай болып қалды деген сияқты біз бір-бірімізді былай қабылдай аламыз да, логически. Ал қыздарға сен солай айтсаң, жаным, сен кеше звондаған кезде шығам дедің, шықпай қойдың ғой, олай дұрыс емес қой, болмайды ғой олай. Сен өзің кеше ақша сұрадың, мен саған бердім, енді неғып сен алмайсың телефонды, не бар тағы да, сонша сыйлық бердім саған, неғып енді қарамайсың маған, сен кеше келем дедің, келмедің ғой, кеше сен телефонды алам деп алмадың ғой, кеше звондаймын деп звондамадың ғой деп, осылай қызбен жігіт сияқты сөйлесетін болсаңдар, жігітпен сияқты сөйлесетін болсаңдар, онда қыз сені қабылдамайды, түсінбейді, естімейді ол сені, түсінбейді. То есть сені қабылдағысы келмейді да. Өйткені сен онымен әйелдің дәрежесінде сөйлесіп тұрсың, әйел сияқты сөйлесіп тұрсың да. Подружкасы сияқты сөйлесіп тұрсың да. Логически. Сондықтан ондай нәрсе қыздарға өтпейді. Жаным, сен олай болмайды ғой, адамгершілік болу керек қой кішкене қыздарда. Үйтуге болмайды ғой деп қызбен түсіндіріп, оған ақыл айтып, бүйтпе, сөйтпе, анау деген нәрсе керегі жоқ жігіттер. Өтпейді ол. Көріңдер, өздерің істеп сөйлесіп жүргенде шығарсыңдар, өздерің түсініп жатқан шығарсың, примерно қай жерге дейін баратындай ол әңгімені, сол жерде қалады да ол. Сондықтан қыздармен сөйлесу деген нәрсе басқаша болады. Бұл қалай? Қызбен сөйлесу енді бұл немен түсіндіретін болсақ, ұзақ әңгіме болып кетеді. Мынау ми бөледі ғой, үшке бөледі ғой, либидский мозг деп айтады, жаңағы жануардың миы деп айтып жатады ғой, бөліп жатады да. Яғни біздер саналы, бейсаналы түрден қыздың саналы түріне әсер ететін болса, ол ешқандай көмектеспейді. Ал егер қыздың бейсаналы, животный инстинктін әсер ететін болсақ, животный миына әсер етіп сөйлейтін болсақ, онда қыз бізді түсінеді. Ол деген қалай? Ол деген мысалы қыз бір косяк жасады, ұнамайтын нәрсе жасады, немесе басқа бірдеңе жасады, сен не істейсің? Жаным, олай болмайды, бүйтпе, сөйтпе, мен ренжимін саған, шығам дедің бе, шық, сөзіңде тұр деп емес. Сен не істейсің? Кесіп тастайсың болды.
кранды жауып тастайсың, яғни сыйлық беріп тұрсаң сыйлық бермей қоясың, құшақтап сүйетін болсаң сүймей қоясың, құшақтамай қоясың. Ана айтады ғой шариғатта ұрыспаса, әйелің егер ренжіп қалатын болсаң төсегіңді ауыстыр дейді да, басқа жерге барып жатып ал дейді. Міне осы таза шариғат осыны түсіндіріп тұр ғой бізге. Яғни лингикаға әсер ету деген нәрсе сол, что бұрынғы істеп жатқан нәрсені істемей қой, болды. Үйге кешігіп келді, білмеймін, сен айтқаныңды тыңдамай қойды, не істеді, киімдердің алдына шығарып тастадың далаға, болды. Қыз осылай ғана түсінеді, әйел осылай ғана түсінеді. Оны ұрып, соғып, ой, сен анау мынау тәрбиелеймін, мен сен бүйтіп сөйтемін деген нәрсе жүрмейді жігіттер. Онымен тек қана элитный дейді ғой, саналы түрде ұрмай, соқпай, бірақ осылай. Мен саған бір рет айттым, сен істемедің ба? Болды. Екінші рет осылай болады, болды. Екінші рет сен сыйлық алмайсың. Немесе кафеде сен телефон қарама деп айттым ба мен саған, бірге отырған кезде сен бірақ қарай бересің ба? Значит, не? Екінші рет менімен кафеге келмейсің, болды. Ешқандай кафе жоқ саған. Мен жаңа звондаған кезде шығам дедім де, бірақ шықпай қоясың ба? Значит, болды. Осымен отношение тоқтайды. Мен осындай сен мықтылығыңды сезген кезде ғана қыз саған қарай қадам жасайды. Ал сен қорқып, ойбай жаным кешір енді, жарайды, бір рет болып қалды енді, қатты айтып қойдым, қатты сөйлеп қойдым, там бүйтіп қойдым деп өзің сүмірейіп жүретін болсаң, онда гарантия. Не қыз жігіт болып жүрген кезде оңбайсың, не қатын болып ертең бірге тұрған кезде де оңбайсың. Негізі қыздарға айтпайтын нәрселер бар да, которые жасамайтын нәрселер бар, сосын қыздарға жасау керек нәрселер бар. Бұл жерде айтсам мен ұзақ болып кетеді, бірақ қызбен сөйлесу деген нәрсе сол, что сен қызды жоғары, төмен қойып барып сөйлесу керексің, өзің жоғары, сен қыздың господин мырзасы болып тұру керексің да. Біз мырзасы бола алмаймыз, мырзасы болу деген нәрсе біздің ойымызға да келмейді. Ондай идея біз өзіміз қабылдай алмаймыз. Мен қызбен бүйтіп, ей, отыр, қатын, сен орның кухняда, сен мен спальныйға барып сөйлесемін деп айтуға біздің духымыз жетпейді, ондай сөз. Даже ойнап айтуға жетпейді. Неге? Потому что біз тестостеронымыз до того түсіп қалған, чорт болып қалғанбыз да, до того қорқамыз да, қызды қазір ренжітіп қоямын, ойбай, қашып кетеді, мені түсінбей қалады деген сияқты, до того қорқып қалғанбыз да, сосын анау қызға сөйтіп айтуға, яғни қызды өзінің позициясына, қызды өзінің орнына қоюға біздің духымыз жетпейді, қорқамыз ғой кәдімгідей. Ренжіп қалады, дұрыс түсінбей қалады, кетіп қалса келмей қояды, бұндай қыз таппай қаламын деген қорқыныш болғаннан кейін қаяқтан сен ол қызды, сен оның алдында господин болып, мырза боласың, сен өзің ондай состояниеға ене алмағаннан кейін қыз сені қалай қабылдайды олай? Сен қалай мырзам, ойбай, менің отағасы дей ма, не қазақта сондай сөздерді саған айта алмай қалады да, потому что сен өзің оған лайық емессің, сен ондай нәрсені көрсете алмай тұрсың, сен гормональный фоның ондай емес болып тұр да. Мықтылықты көрсетіп тұрған жоқ, сен қорқып тұрсың әйелден, бүйтіп сескеніп тұрсың да. Наоборот болу керек негізі, бірақ сен наоборот қорқып тұрсың да одан. Сондықтан сен өзіңнің шекараңды просто елестетіп, қазір осы жерде отырған жігіттер айтыңдаршы, қазір қосамын. Нені? Қайсының пышақты алып бір адамға тығып алуға духтарың жетеді? Осы жерде отырған 60 жігіт отыр, қазір 60 жігіттің кімнің духы жетеді бір адамға пышақ сұғып алуға да? Если надо будет деген сияқты. Қол көтеріп там, мен деп айтуға болады да. Нұрдәулет. Пышақ сұғып алуға духың жете ма? Брат, қалайсыз, жақсы ба? Жақсы. Жалпы жетеді, когда андай балдар болады ғой, шакалский движение жасап, шабылып жатқан кезде, вот конкретно жегің келмей, көзің жетіп тұрады ғой, енді конкретно. Нарға жегің келмейді, нары шакалский движение жасайды деп тұр. Вот сол кезде мен типа суық қаруды шығаруға духым тұрады деген. Қабылданды деп көрейік. Сондай жағдайда деген, а так былай. Енді паразан шығатын болсаң, енді қате сияқты. Рахмет, түсіндім. Жәке, айта беріңіз. Ал кімнің духы жетпейді? Мына жерде енді ол жағынан бәріне қазір қол көтергендердің бәріне бере берсе, мына жерде біраз уақыт өтіп кетеді екенше. Қол көтеріп жатқандар, я так думаю, бәрінің духы жетеді деген сөз ғой, иә? Сұғып алуға да пышақты. Ал қол көтермегендер, жігіттер көбісі ойлауы мүмкін, жоқ, жаныма бір адамға пышақ сұғып алатындай ондай не жоқ дегендей ойлауы мүмкін да. Мысалы мен осы сұрақты маған қойған кезде мен айтқам, жоқ, мен просто елестете алмаймын ол нәрсені, біреудің денесіне барып пышақты сұғып алу деген нәрсені ше, ол бір өте жаман нәрсе ғой енді, шынымен де. Бірақ маған мына нәрсені қойды артынша, егер мен жеке жұмыс істеп жатқан кезде қойылды бұл сұрақ, мен қазір бәріңе қойып жатқаннан кейін айтып отырмын да. Ал егер пышақты сұғып алу мен айттым сол кезде, жоқ, мен қолымнан келмейді ондай нәрсе дейді. Ал енді қара дейді, сен үйге кіріп келдің, үйіңе келсең, тарс еткен бір дауыс шықты, там, білмеймін, залға жүгіріп барсаң, сенің анаң жатыр, оның үстіне біреу отырып алған, маскада біреу отырып алып, и мамаңды қылқындырып жатыр. Или әйеліңді қылқындырып жатыр, или там, білмеймін, балаңды қылқындырып, Құдай сақтасын, өзің балаңды, қызыңды қылқындырып жатыр, біреу өлтіріп жатыр. Мына жерде пышақ тұр кухняда.
вот осы кезде жаңағы қолын көтермеген жоқ мен тыға алмаймын деген жігіттер не істеу керек? Не істейді? жоқ мен тыға алмаймын, адам баласын өлтіре алмаймын деп қарап тұра ма осы жерде? Пышақты көрген кезде не істейді? Автоматически барады да анаған тығады. Бұл жерде әңгіме уже пышақты тыға алмаймын емес, пышақты мен 10 рет тыған ба, 5 рет тыған ба, ол сол әңгіме болып қалады да уже. 10 рет тығып аламын дедім, надо будет. Егер Құдай сақтасын, сондай жағдай, сондай картина сен көз алдында тұратын болса, сен жақын адамыңды біреу маскамен қылқындырып өлтіріп жатса, сен жоқ мен пышақ тыға алмаймын бұл жерде, жоқ мен адам жанын ала алмаймын деп тұрасың ба? Сен жоқ, сен ана көз алдында не тұр, пышақ тұр ма, білмеймін, балта тұр ма, барасың да шабасың ғой ана адамды, ше мысалға жабыстырасың да, кесіп тастайсың, болды. Автоматически ол жерде миың уже жұмыс істемей қалады да. Вот адамның шекарасы тура осындай жігіттер. Яғни біздің шекарамыз, мысалы менің өзімнің ойлауым мүмкін, мен жаңағы пышақ тыға алмаймын деп ойлауым мүмкін, немесе жаңағыдай мен андай қыздарға білмеймін, ана Дамелияға бара алмаймын, Анелияға жолай алмаймын, мен ол ты че ола блогерлер ғой олар, маған қарамайды ол деп ойлауым мүмкін, немесе ой анау Rolls-Royce па, жоқ ой Rolls-Royce Ferrari міну деген маған қайда, шынында ма, ол өмір бойы жұмыс істейсің ғой, ол деген 100 миллион 200 миллион тұратын машина ғой деп ойлауым мүмкін да, немесе ойбай ана үйде тұра алмаймын, маған депутат болу қайда, маған президент болу деген болмайды ол деген сияқты. То есть мен өзім шекарамды алдым да өзім қойып қойдым былай. Өзім қойып маған ешкім келіп айтқан жоқ, өзім білмеймін, Құдай келіп маған уахи басталған жоқ, періштеге уахи айтқан жоқ, пайғамбар айтқан жоқ, сен болмайсың деген жоқ, немесе білмеймін, бір тәуіп айтқан жоқ, сен ешнәрсе қолыңнан келмейді, сен адам болмайсың деп айтқан жоқ та. Бірақ мен өз-өзіме осындай шекара қойып қойдым. Маған ана Дамелямен немесе білмеймін ана әншімен сөйлесуге болмайды, потому что мен оған жетпеймін. Маған ана Rolls-Royce мінуге болмайды, потому что мен оған лайық емеспін. Мен ана Porsche Cayenne жүретін бір байдың қызымен сөйлесуге мен лайық емеспін, потому что менде жоқ ондай нәрсе. Или там не бар тағы да, мен андай емеспін, мындай емеспін деп, или жаңағыдай мен пышақтай алмаймын, пышақ ұстамаймын, мен адамды өлтіре алмаймын деген сияқты өзіңнің шекараңды сен өзің қойып қойдың да. А бірақ если дело коснется, жаңағыдай адам жаңағы стрессовый жағдайда пышақталып қалай ана адамды пышақтауға білмей қалды, потому что не қалып тұр. Уже басқа амал жоқ, вариант жоқ. Тығу керексің, потому что сен жақын адамды өлтіріп жатыр ғой. Тура сондай жағдай болып қалмас үшін жігіттер, өмірде осындай стресстер болып қалып, сол кезде біз амалдың жоғынан жаңағыдай пышаққа жүгірген сияқты жүгірмеу үшін біз қазір аман есен осы сау тыныш жүрген кезде біз өз шекарамызды кеңейту керекпіз. Өзің добровольно дейді ғой, өзің самостоятельно добровольно өзіңнің шекараңды кеңейтіп, өзің жаңағыдай стресске өзің шығып, өзің әрекет қылмасаң, мына өмір сен өзің сондай нәрсеге әкеледі, жопаға әкеледі. Бір күн жаңағыдай амал жоқтан сол нәрсе істеу керек болады, немесе артта қалып қойсын кәдімгідей. Бұл енді қыздармен қатты білінеді. Мысалға бір жігіттер 20-25 жасына дейін біраз қыздармен сөйлесіп жүріп, кәдімгі опытный болуы мүмкін. Ана қызды көреді, примерно ойлайды, мына қызбен былай сөйлесу керек, мына мен бүйту керек, мына мен сөйту керек, примерно біліп отырады да бәрін. Ал бір жігіттер тура сол жасқа жетуі мүмкін, 25-28 30-ға келуі мүмкін, бірақ ноль қыздардан ноль. Вообще қыздармен сөйлесе алмайды. Ана қыздың киіміне қарап оны примерно біле алмайды, мына қыз не айтып тұрғанын түсіне алмайды, ол қыздармен не туралы сөйлесу керек екенін білмейді, общий тема жоқ, әңгіме жоқ, вообще тупить етеді конкретно. Яғни қыздармен сөйлесу жаңағы қыздармен сөйлесу ғой, бірақ сен өзің жаңағы шекараңды бүйтіп кеңейтіп, қыздарды көбейтіп дегенде қалай, қыздардың качествосын өсірмесең, өзің бүйтіп өз-өзіңе осындай рұқсат бермесең, пока аман сау жүрген кезінде, дем саулығың бар, бәрі нормальный кезде өзің автоматически өзің шығып, өз-өзіңді сабамасаң, өмір сені сабап тастайды. Өмір өзі сені бүйтіп сабап бір әйтеуір бұйырған біреуге әкеліп не істейді, жолықтырады да, амал жоқтан біреуге үйленесің сосын ойларсың, кезінде көру керек еді, кезінде оқу керек еді, барып көру керек еді, енді қазір қатын бала шаға бар, қаяқтан ондай деген сияқты ойға келіп қаламыз да. Бұл тек қана қыздарға қатысты емес, бұл жалпы өмірге қатысты жігіттер. Пока біз бойдақ кезде, пока біздің артымызда прицеп жоқ, бала жылап жатқан жоқ, қатын жоқ, үйде звондап отырған, күтіп отырған, сен бойдақсың, қазір сен еш нәрсе ұстап тұрған, әке-шешең мен айтатын шығар, жүрме, барма, тоқта деген сияқты нәрсе. Бірақ сен қазір шетелге кетіп қалған десең де, оқимын десең де, бір нәрсені ашып істеп көремін десең де, сенде бәрі қазір мүмкіндік бар. И осы мүмкіндікті сендер просто тупо біреуге жұмыс істеп, азаннан кешке шейін біреудің қасында жүріп, немесе болмайтын бір өзіме ұнамайтын бірдеңені істеп, немесе бір ана қызбен бір сөйлесіп, мына қызбен бір сөйлесіп, оны ана жағына жеткізе алмай, мына жағына жеткізе алмай, еще қыздарға қадалып, ақша сыйлық беріп, мынаны беріп, сөйтіп қадалып келіп, сосын жасың 30-ға келіп, немесе 35-ге келген кезде әттең-ай кезінде көру керек еді, оқу керек еді, білу керек еді, істеп көру керек еді, айтып көру керек еді, сонда да бастап көру керек еді деп әттең-айлар болып қалмас үшін жігіттер. Мына жерде отырған жігіттердің көбісі жас қой, менен жас қой, мен жасым 30-да қазір. Менің өкінетін нәрсе көп. Сондықтан маған ешкім былай ақыл айтты, бұл кезде маған үйреткен ешкім жоқ та. Қыздарға қатысты тақырыптарды, жалпы еркекке қатысты тақырыптарды маған ешкім үйреткен жоқ. Біз ютубтан қарап примерно білгенімізді білдік, қалғанымыз жалпы енді ғой көзіміз ашылып отқан. Сондықтан қазір возможность бар,
значит оқу керек, алу керек, көру керек. Ой қымбат екен, ой там сол айтқан нәрсені бір айта береді, андай мындай деген нәрсені әркім өзі біледі жігіттер. Қалам десең сол жерде қаласың. Жоқ, мен өсем, мен бір уровеньға жоғарылағым келеді, өйткені мен алдыңғы былтыр мен өмірім тура осындай еді, денем де осындай еді, киімім де осындай еді, тұрып жатқан үйім де осындай еді, жағдайым да осы еді. Қазір бір жыл өтіп кетті, тура осындай, ешнәрсе өзгерген жоқ. Қыздар да өзгерген жоқ, денем де өзгерген жоқ, гормональный фон да өзгерген жоқ. Мен гормональный фон деген нәрсе білген де жоқпын. Вообще жалпы ешнәрсе өзгерген жоқ. Bir жыл бұрын осындай еді, әлі осындай. 2 жыл бұрын да сондай еді, әлі сондай дейтін болсаңдар, жігіттер, онда точно срочно бірдеңе өзгерту керек. Ал егер жоқ, мен өміріммен ырзамын, бәрі нормально, өсіп жатырмын, өніп жатырмын, көріп жатырмын, бәрі нормально дейтін болсаң, ондай әңгіме жоқ. Ондай әңгіме жоқ. Ондай жігіттер бірақ бұл жерде көп отырмайды, бізді тыңдамайды, 1 сағат уақытын құртпайды. Ал сендер енді до конца отырып тыңдап қарап жатқаннан кейін жігіттер, мен сендерге 15 минут жеке консультация беріп жатырмын. Жеке консультация дегенде 15 минутта біз бір-бірімізді танып сөйлесіп, қай жерде минус бар, қай жерде плюс бар, әйтеуір бір кері байланысқа шығып қалуға мүмкіндік бар. Сондықтан осы мүмкіндікті жіберіп алмай, жаңағы нөмірлерді тастаңдар. Біз енді бүгін тек консультация өткізіп жүрмесек те, ертеңнен бастап шетінен жігіттер туралайтын боламыз, сөйлесетін боламыз. Сондықтан қыздармен қалай сөйлесу керек деген нәрседе тағы да бір айта кететін нәрсе, мысал ретінде айтып кетейінші. Мысалға бокста қалай үйретеді, боксқа барған кезде, бокс жасап жатқан кезде, адам ұрады да қолын бүйтіп ұмытып кетеді ғой кейде. Жаңадан новичоктар барған кезде ұрады да қолын қайтадан мына жаққа кетіп қалады, ұрап жатады да қол бүйтіп кетеді, түсіп кетеді кейде. Яғни ұрып қайтадан қолыңды орнына әкелу үшін тренер, қолыңды қой, қолыңды қайтарып қой, қолыңды орнына қой деп айта берсе, ол түсінбейді адам. Адам түсінбейді. Бірақ адамды грушаға қояды да, грушаны ұрып жатқан кезде қолы түсіп кеткен кезде артынан келіп шапалақпен шақ етсе, артынан ше, ана қол автоматически орнына келеді жігіттің ше. Автоматически бір удар жетеді, чтобы анау өмір бойы қолын қайтадан жинап алу үшін ше, орнына қою үшін ше. А бірақ анау шапалақ болмаса, ол қолын ұрады да, қолы түсіп кетеді, бүйтіп жүреді, әртүрлі болуы мүмкін да, бірақ бір шапалақ тисе, анау қолын орнына жинайды да. Енді ол ұрған кезде не істейді? Ол ұрған кезде ана ударды ойламайды, ана шапалақ тиіп кетпесін деп, сразу қолын жинауды ойлайды да адам бас кезде. Кейін ол уже автоматик болып қалады. Сол сияқты қыздармен де солай сөйлесу керек жігіттер. Қыздармен де солай. Бір косяк жасады ма, бұл сөзіңді тұрдың, соны айтып қойдың. Там білмеймін, Маржан да, мысалы қыздың аты Маржан. Маржан, егер мына шекарадан өтіп кететін болсаң, мен шекарам осындай. Менімен боқтап сөйлесуге болмайды. Мен звондаған кезде ырың-жырың тырысып телефон алмай деген әңгіме болмайды. Мен оған ұнамайды ондай нәрсе. Мен кафеде отырған кезде телефонмен бүйтіп отырма, менімен сөйлесіп отыр деген сияқты өзіңнің адамға миына қонатын әдемі дұрыс нәрселерді сен оған өзің шекараңды бүйтіп сызып бересің. Егер ол шекарадан шығып кететін болсаң, не болады? Шапалақ болады. Ол шапалақ деген қыза алмайсың ғой, сен не істейсің? Сөйлеспей қоясың, телефонын алмай қоясың, онымен байланысты үзіп жібересің. Болды. Мысалы көп жігіттер үйленген кезде не істейді? Әйеліне, ой шешең, әкең болды, кет бар, киіміңді ал да жина да құр, бар әкеңе кет, шешеңе кет деп қуып жібереді да. Сосын 1-2 аптадан кейін сүмірейіп, әке шешесін алып, сол қыздың артына барып тұрады. Енді біз ашуланып қойып ішіп қойдық енді. Бір бәле болып қалды, анау оқып, мынау оқып, қызды қайтарып әйеліне сүмірейіп барғаннан кейін әйел не істейді? Кейіннен бүйтеді ана жігіт. Не? Өйткені жігіт өзінің абыройын бәрін не істеді, сол жерде ағаш жүрді ғой, әйелдің алдында да. Сондай жағдайға түсқанмас үшін, сондай екінші позицияға, екінші орынға шыққанмас үшін жігіттер қазірден бастап біз өзіміздің планканы жоғары қою керекпіз. Иә, мен айтып отқан нәрселер сендер үшін сказка болуы мүмкін, ойбай шекарадан ой қызға телефон ұстатпа, ойбай бүйт сөйт деген нәрсе сендер үшін сказка болуы, потому что сендер оны жасап көрмегенсіңдер өміріңде. Өміріңде жасап көрмегеннен кейін ол қиын болады. Ал сен бір нәрсені істеп көріп, ол қыз сен айтқанын тыңдап, саған келіп жатқан кезде, оқ дейсің, қайтып түсінесің. Оған дейінгі қыздардың бәрі әшейін фу болғанда, ана қызбен отношения тең болып отыр. Неге? Өйткені ол саған бағынады, ол сен айтқанын істейді, ол сені тыңдайды деп жүрсің. Сенің абыройың бар да ол қыздың алдында. Ал сенің абыройыңды түкіретін, фу кетші бар, сен кімсің дейтін қыздармен біз не істейміз? Мүлдем араласпаймыз. Қанша жерден ғашық болып тұрсақ та, қанша жерден өліп тұрсақ та. Сондықтан бұл жігіт адам өзін господин жаңағы мырза деп отыр, сондай позиция қоя білу керек қыздармен қатысты. Конкретно бір қызға қатысты. Сондықтан бұны да біз толығырақ ғашық болу, жігіттің өзінің позициясы, тестостерон, там қыздармен жалпы отношенияның бәрін біз тауадарға жинап салып қойдық. Сондықтан толық ақпарат сол жерде. Ал қалғанын жетпей жатқан біз консультациямен, осылай ашық сөйлесумен біз толтырамыз, жеткіземіз. Сондықтан өзім тауадан болғым келеді, соған әрекет қылып отырмын, и сендерді соған шақырамын жігіттер. Қазақтың жігіттері ана бір батырдан сұраған екен, батыр соғыстан келіп ханға қарап айтады дейді ғой. Батырға сәлем бергің келмей тұр ғой, что-то тасып жүрсің ғой деймін деп ше. Хан болып кетті ғой, құтырып кеткен деген мағына айтып тұр ғой, тасып жүрсің ғой деймін деп сұраса, хан айтқан екен да, тасып жүрген жоқпын, қазақтың жігіттерінің басын қосамай сасып жүрмін деп. Ханның сөзі. Сондықтан біздің енді басымызды қосамай жүрген хан жоқ қазір. Бірақ қазір қайта біз шашыратуға тырысып жатыр ғой, наоборот.
шашаңдар, әркім өзі өмір сүрсін, жаңағы әркім өзінен болсын деген сияқты вообще. Наоборот, біз осы кезде бірігу керекпіз да, бірігу керекпіз. Хотя бы бір қазақтың жігіттері бір болу керек қой, бір осындай костяк болу керек қой. Мен үлкендерді айтып отырған жоқпын, жастарды айтып отырмын. Осы жас жігіттер арасында бір болу керек қой. Бірдеңе бізді байлап тұру керек қой, ертесі. Ой, мен осыдан өткен, мен осы жердемін, осы сообществодамын, осы клубтамын деген сияқты бір идеология бізде болу керек. Чтобы ертең бірдеңе болып қалатын жағдайда кім? Тау адамдар келді дейтіндей. Тау адамдар келді, тау адамдар шешіп тастады, тау адамның жігіттері, мына тау адам ғой деген сияқты идея бізде болу керек. Осындай мақсат болу керек та. Сондықтан мен бұл тау адам деген нәрсені жай атын қоя салған жоқпын. Өйткені өзім сондай тау адам болғым келеді. Қасымдағы адамдар, мен бойым қысқа болғанмен, менің абыройым, менің сөзім, рухым, қолым ұзын болған қалаймын, дәу болған қалаймын. Сондықтан жігіттер, мен де соған шақырамын. Сондай тұлға болсақ, біз көп болсақ, Құдай қаласа, біз үлкен мәселелерді шеше алатын боламыз, елге әсер ете алатын боламыз. Қазір мысалы Палестинада соғыс болып жатыр, мұсылмандар жылап жатыр, өліп жатыр, қырылып жатыр, израильдер, еврейлер құтырып жатыр. Біздің түк қолымыздан келмейді. Түк қолынан дұға еткеннен басқа қолынан түк келмейді да. Құдай сақтасын. Бірақ біз осы кезде мықты болатын болсақ, бір болатын болсақ, біз біраз мәселені шешіп тастаймыз. Мен айтып отырған жоқпын, Палестинаға барып көмектесейік деп. Иә. Бірақ біздің елімізде де бірдеңе болса да түк істей алмай жатыр ғой. Қашанғы біз сол сүмірейіп, сол басқалар істесін, біздің қолымыздан не келеді деп қашанғы бүйтіп екінші нөмірде екінші адам болып өмір сүреміз. Біз де кішкене көтерілу керекпіз, біз де адам болып жаңағыдай мағыналы бір өмір сүріп кету керекпіз ғой. Ертең баламыз айтатын, менің әкем істеген, менің әкем осы жерде болған, менің әкемнің жұмысы мынау деген сияқты. Немесе менің атам осылай істеген деп немерең айтып отыратындай да, мақтанып отыратындай. Біздің батяйын болды енді көрдік деп отыратындай, ұялып отыратындай адамбыз. Мен батям деп отыратындай болу керек қой, біздің бала шағамыз, Құдай қаласа. Немесе әйелің мақтанып отырды да, менің ерім, менің күйеуім келді, мен жігітім сияқты болыңдар деп айтып отыратындай әйелің болса, онда мойындады ғой сені, ше. Әйелің мойындаса, әлем мойындады деп айтады ғой. Сондықтан қазақ бірдеңені айтса, өтірік ішінде айта салды деген нәрсе емес жігіттер. Шынында да бұл артында үлкен мағына жатыр. Сол үшін бәріміз тау адам болайық, бірге болайық. Мына жерден жігіттер енді түсінген аз-маз бір 10 минут, 15 минут сұрақ жауап қылып қол көтеріп жауап беретін сұрақ қойғылары келетін болса айтып жіберсеңдер. Бүгінгі сабаққа қатысқан жігіттерге 15 минут разговор консультация деп айтты. Сондықтан бәрің не қалдырыңдар, телефон қалдырыңдар. Мына жерде 60 адам отыр, бірақ 6 адам телефон қалдырды қазір. Телефон қалдырып, сөйтіп 15 минут сөйлесуге мүмкіндік бар. Сосын сұрақ жауап болатын болса, қазір қол көтерсін, біз ашып жібердік достықты. Болмаса, онда тау адамда жолы қанша жігіттер. Бәріңді тау адам болуға шақырамын. Өзім де тау адам болғым келеді деп жаңа айтқандай. Болатын болса, жігіттер қойып жіберейік. Болмаса, онда біз мынаны бітірейік. Сабақты жайлап тамамдайық. Сұрақтың жоғына қарағанда бәрі түсінікті, бәрі нормальный болған сияқты жігіттер. Или сұрақтардың бәрін сендер неге қалдырып жатсыңдар ма? Консультацияға қалдырып жатсыңдар ма? Сол жерде қояйын деп. Мен түсінгенімше. Ондай да вариант бар. Бірақ егер сенің сұрағың актуальный болатын болса, мына жерде көп жігіттердің сұрағына жауап болар еді. Мысалы, бір сұрақ көп жігіттерге мысалы қоя алмай жатқан или сұрақ сөйлеп жүрген мәселені айтып жүруі мүмкін. Сондықтан сұрақ болмаса, бәрі түсінікті болатын болса, онда осымен